Қалайсыздар, сіздермен бүгін Микопис арнасы. Бүгінгі видеода One Piece'і қысқаша айтатын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз, кеттік. Өткен бөлімде Катакури Луфиді қинап ұстап отқан еді. Содан соң Луфи қарны томпайып алады да қашып кетті. Содан соң Луфи ашуланғаннан өзінің фруктысын қолданады да Катакуриге атака жасайды. Мои сладкие пончики. Әлбетте мына жақта бізге жатып ішер Катакуридің кішігірім өмірін көрсетеді. Вы видели, как я ем? Қасындағы тұрған адамдар белгілі бір шындықты біледі. Катакуриге біз бәрібір де шындықты айтпаймыз десе де, оларды өлтіреді. Катакури Луфидің қолын сындырып жіберді. Катакури Луфиға айтады: менің бойлам сенен мықты, және де мен сенен қарағанда тәжірибелімін, андай мынандай деп миды ашып тұрған кезде Луфи да қасарысады. Катакури Луфидің нада елін шығарып жібергеннен кейін Луфи бір жері ашып кетіп Снейк манды қосады. Осыдан кейін екеуінің арасындағы шайқас одан сайын қызық бола түседі. Осыдан соң бізге Луфи мен Рейлидің жаттыққан кезін көрсетеді. Рейли Луфиға айтады: егерде сен Волядан қорғана алатын болсаң, Воляға қарсы атака да жасай аласың деп айтады. Нужно эффективно атаковать. Содан кейін Катакуриға физикалық түрде атака жасайды. Бірақ ол неге құламай жатыр деген кезде әйтеуір құлатып түсіреді. Сверхчеловек, что никогда не падал на спину. Осыдан кейін мына әйел бұған мотивация береді: сен ешқашанда өз арқаңмен құламағансың дейді. Бұны естіп алып Катакури вообще құламағандығы есіне түсіп кетеді де анда-мында сальто атып әйтеуір тұрып кетеді. Луфи бұны ұра алмайды, себебі Катакури уақытты алдын ала көре алады. Осыдан кейін Катакури Луфиға рахметін айтады: мен сені алдын ала өз атакаларымен көріп алдым, енді сенде ешқандай шанс жоқ дейді де тас талқанын шығарып жібереді. Усиленные эмоции. Мына жақта болса өте үлкен алып гигант келе жатыр екен, торт бар жаққа. Содан кейін барлығы да Денду Муншоны алып келеді. Содан соң Катакури мына жақта сенің Луфиіңнің тас талқанын шығарып жатыр деп айтады. Біреу мына жақта есікті тоқылдатып тұр екен. Ол келіп, мен өзімнің баяғыдан бері көрмей жүрген қызыммен көріскім келеді дейді. Гевара по своей глупости вызвал братишку Катакури на дуэль. Теперь его точно размыл. Луфиді аман алып қалуға небәрі 9 сағат қана қалған екен. Ал мына жақта Какао өз әскерін жинап Мугиваралардың тас талқанын шығаруға кетіп бара жатыр. Значит, никому не входи. Таков приказ Пудинг-сама. Осы кезде бұның бетінен салып қалады. Бигмам келмей тұрған кезде тез арада көзіңді құрт деп айқайлайды. Я просто хочу увидеть свою дочь Шефан. Пудинг болса Санджиға: Луфи Катакуриді жеңе алады деп ойлайсың ба? Оның бағасы 1,5 миллиард, ол ешқашанда жеңілмеген екен дейді. Впервые познает вкус поражения. Барлықтарың тез арада бәлішті пісіріңдер. Ең бірінші бұл бәлішті екеуміз пісірейік. Бигмам Ореховый островқа шейін келіп, мына жақта Мугиваралар бар ма деп айқайлайды. Әлбетте жоқ. Осы кезде Джимби қалай ғана Бигмам бізді іздестіруін тоқтатты деп таңға алып отқан кезде алдарынан қызық нәрсе пайда болады. Считываться, какая чушь. Лучше споем. Луфидің герінің уақыты таусылды. Осылайша Луфи қашып бара жатқан кезде алдынан бір өлені көріп қояды. Луфи айна арқылы қашып кетеді. Катакури оны ұстай алмай қалады. Ал мына жақта болса Бигмам: Дебный! Мама, хватит уже, не разрушай мой город. Мына жақта Нами әдемі көйлегін киіп алады да Какао жақырай баруды көздейді. Бигмамның адамдары болса Мугивараларды ұстауға аттанды. Поварлардың біреуі Санджидің тамағының дәмін татады. Вкусно, что я потерял сознание. Мугиваралар әйтеуір дегенде тортты жасап бітірді. Луфи болса өзінің қай жаққа түсіп кеткендігін білмейді. Меня Брюле зовут. Екеуінің осылай сөйлесіп жатқандығын Бигмам көріп қояды. Луфи қашу жоспарына кіріседі. Үшінші гермен ұрған кезінде мистер кедергі жасайды. Содан соң
вальс. Аманда да кедергі келтіреді. Биг Мам болса Луфидің артынан қуалауын тоқтатқан жоқ. Мугиваралар тортты алып келе жатыр. Барлығы у-шу болып жүрген кезде мистердің алдына мына әйел қайтадан кедергі жасайды. Бұны ұрады, себебі сен менің жолыма тұрдың, сатқынсың дейді. Отдай его мне! Тортик! Биг Мам Луфидің артынан маған тортты бер деп айқайлап жүрсе, Луфи оған түсіндіре алмай әлек торттың басқа жақта екендігін Биг Мам қаяқтан білсін. Осыдан кейін қашып бара жатқан кезде біреулер мына ақымақ әлі де адасып жүр дейді. Вылезай, ветка! Меня зовут Брюле! Луфи енді қашып бара жатып әйнекке кірейін деп атқан кезде Шарлотта Линлиннің тағы да бір қызы кедергі келтіреді. Тебе никуда не уйти, Мугивара! Луфи әйтеуір дегенде бұдан аман есен құтылып қашып кетеді. Гигантов! Енді өлтірейін деп жатқан кезде мына жақтан Паунд келеді деп бейітінен қойып қалады. Осыны пайдаланып Санджи да оған көмектеседі. Ал бұл нәрсе Пудингқа ұнады. Такой сильный. Тебе бы никогда такое не удалось. Мына адам қайтадан ұсталып қалады. Енді сені точно өлтіремін деп айтады. Содан соң Диндумушу звондап корабль Бетти шоколадный островта болатындығын хабарлайды. Тихо, мой маленький, не больше не буду. Это было мое решение. Если вы сдадитесь, вас казнят. Осы сөзінен кейін бізге әдемі кадрларды қалай бақытты өмір сүргендерін, отбасыларын көрсетеді. Бек болса енді берілмеймін деп айтады. Бетти! Осы кезде айдаладағы біреу кім атқандығы белгісіз министрдің бейітіне снайпермен әдемілеп тұрып жегізеді. Бетти! Пудинг болса ағасының ашуланғанына уайымдап тұр. Содан соң кәдімгі суда тұрған кеме жүре бастайды. Адамдардың барлығы таңғалады. Он не слышал! Я никогда такому не рассказывал. Поварлардың барлығы мынандай жылдам кемеге қалай жетеміз дейді. Санджи болса өзінің күшін қосады да брейк дансымен айналып тұрып жетіп алады. Чего? Луфи болса мына жақта әйтеуір дегенде қашып жүріп бір әйнекке кіріп алады. Демалып алғандағы дұрыс әрине. Мынандай шайқастан кейін Волияның күші тез кететіндігі айдан анық. Рейлиді бізге қайтадан көрсетеді. Луфи, сен қаншалықты көп дайындалсаң, соншалықты мықты қарсыластарыңды жеңе аласың. Превзойду его! Содан кейін Луфи мотивация жинап, қайтадан Катакуриге барамын деп шешеді. Зачем? Воля вооружения! Овен болса мына жақта сендердің қазір келе жатқан кемелеріңді жалғыз өзім-ақ тоқтатамын деп айтады. Тоқтата алды ма, болашақта көре жатармыз. Мына жақта болса бағалегі батыр министр судың температурасын көтеруге тырысып жатыр. Бұның фруктысының аты Нацу. Бұның өте үлкен проблема екендігін еске алады, себебі торт кремдердің барлығы еріп кетеді. Соңғы сәттерде Паунд осы Овенге атака жасап үлгереді. Паунд өзінше күшті атака жасадым деп ойлап тұрған шығар, бірақ та Овен бұны бір жеріне де қыстырмағандығы белгілі. Осы кезде бізге Бек пен қасындағы әйелін, оның қайғылы оқиғасын көрсетеді. Близнецов! Я хочу поддержать их! Ты уже выполнил свое предназначение. Сені өз түріңе қара, сен маған ұқсамайсың, урод деп қайтарып жібереді. Я все равно хотел бы сказать поздравляю с замужеством! Мугиваралықтар тұзаққа түсті. Екі флот тұр. Бір жағын үшінші баласы, ал келесі жағын Смузи басқарып тұр. Мы с мамой идем на остров Какао, где нас ждет Пудинг. Мугиваралықтардың пландары құрыған сияқты. Содан соң Марковканың қайғылы өмірін көрсетіп жібереді. Ты справишься совершить свое предназначение. Осыдан соң Марковка, бізде бәрі жақсы болады, маған сеніңдер. Если идет морковка, иду и я. Ей, Чоппер, сен ақ айтпай-ақ қойшы, дәл қазір мен өзімнің керемет күшімді көрсетемін дейді. Катакуридің бір жері ашып кетті ме, Луфидің тас салғанын шығарып жібереді. Паундтың хикаясы бітті. Мына жақта Катакури мен Луфидің шайқасы әлі біткен жоқ.
Биг Мамның екі флоты мугиваралықтарды қоршап тұр. Смузи мен оның отбасы өткізбейтіндіктерін айтты. Биг Мам какао мен тортты қалай да болсын аламын деді. Морковканың тағы да күші. Морковканың бізге кереметтей түрі мен күшін көрсетеді. Содан соң Биг Мамның үшінші баласы тұрған кемеге барып шабуыл жасайды. Адамдардың барлығын қырып, рульді өзіне алады. Чертова крыса! Биг Мамның үшінші баласы мен мугиваралар өздерінің арасындағы шайқастарын бастап кетті. Ал мына жақта Луфи мен Катакури. Содан соң Луфи Рейлидің айтқан сөздерін есіне түсіреді. Мықты қарсыласқа жолыққан сайын Воляң да мықты бола түседі. Тебе никак меня не одолеть. Я побью тебя любой ценой! Видео аяқталды. Соңына шейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Сіздермен бүгін болған мен Мико Пис. Келесіде кездескенше.